Bismillahirrahmanirrahim. Navruz miramız kutlu olsun. Üyüşü avlaymak aman olsun. Tanıştık. Barışamızga zaman olsun. Tabiat tavsılmaytın rızık verip tartılı dastarkınga tağam olsun. Günümüz oluslu olsun. Yerimiz arıştı olsun. Örsümüz malga bay, dübürlü olsun. Halkımız canga bay, öbürlü şübürlü olsun. Amin. Bu Navruz merekesi degen mereke Müslüman halkının жаңа жылы деп есептелінеді. Бүгін ай мен күннің тегескен күні. Бұл күнде мұсылман халқы бір-біріне жақсы лебіз, жақсы тілектер айтып қауышады. Төс түйістіріп амандасады. Апа, Наурыз көже дегеніміз не? Наурыз көже дегеніміз өзіміздің қазақтың салт дәстүрінде наурыз көжені қыстың сүрінен сақтап, жал-жая, қазы қарта, сол сүрлердің барлығын дәу қазанға салып, далаға, оған жаңа еттен кейін 7 тағам қосылу керек. Әр түрінен бидай, тары, жүгері, құрт, айран, сүт, тоз, су барлығын қосып, қайнаттып, соны дәмін шығарып, әр түрінен дәмді қылып, шығарып, пісіріп, көрші қолаңды шақырып, осы қыстан шыққан сүрдің көжесіне ауыз тигізеді наурыз көжеден. Наурыз көжені жылына өзі бір-ақ рет істеледі, ол наурыз айында. Қазақтың салт дәстүрінде сол деді. Ата, Наурыздағы ұлттық ойындар. Қазақтың ұлттық ойыны жаңағы Алтыбақан құрылады. Бүгін Алтыбақан ойыннан алады. Аударыспақ, қазақша күрес, асық ойыны ойнанылады. Тоғыз құмалақ, ақсүйек деген ойындар болады. Ақсүйек ойын ойналады. Сондай қазақы дәстүрдегі ойындар ойналады барлық.